Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары Тамара Дүйсеноваға жолданады. Құрметті Тамара Қасымқызы, жаңа жылдық мерекелік шараларда аяқталды. Бірақ алдымыздан осыған ілесе жаңа мәселе де шыға келді. Ол жылда қайталанатын мемлекеттік бюджеттің қаражатын тиімсіз жұмсау проблемасы. Әлеуметтік желілерде Қазақстанның бірқатар қалаларында, соның ішінде Ақтау, Павлодар, Семей қалаларында жаңа жылдық шыршалардың құлауы туралы ақпараттар толы. Абырой болғанда одан зардап шеккендер жоқ десе де, қайғылы салдарға ұрындыру әбден мүмкін еді. Мысалы, Шахтинск қаласында жергілікті әкімшілік мұз айдыны үшін арнайы алаң дайындап, аумағын қоршаған, тиісінше жарықтандырған, бірақ мұз айдынын құюды ұмытып кеткен. Ал Павлодарда шамамен 60 миллион теңге жұмсалған мұз қалашығы еріп кетті. Осылайша балаларды қуантудың орнына бюджеттің ақшасы желге шашылған. Демек, әкімдер қаражатты қазіргі заманғы технологияларға әдістермен ауа райын ескермей жұмсайды. Бұл жағдай жылдан жылға қайталанып жатыр. Осыдан мынандай заңды сұрақ туындайды. Қарапайым салық төлеушілерге мұндай шығындар қажет пе? Және кінәлі шенеуніктер қандай жауапкершілікке тартылды? Ел президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында аймақтағы атқарушы биліктің шешім қабылдау ісіне азаматтардың тікелей қатысу мүмкіндігін біртіндеп арттыру міндетін қойды. Осы міндетті орындау мақсатында жергілікті бюджеттің қаражатын бөлуіне және жұмсалуына қоғамдық бақылауды күшейту мәселесін қарауды сұраймын. Сонымен қатар, мәслихат сессиясында да жыл сайынғы бюджет бекіту кезінде, сондай-ақ әкімдіктердің өткен қаржы жылындағы жергілікті бюджеттерін атқарылуы туралы есептерін тыңдау кезінде міндетті түрде жария тыңдаулар өткізу қажет деп санаймын. Жауапты заңнама белгілеген мерзімді жауап беруіңізді сұраймын. Құрметпен Аманат фракциясының мүшесі Қырықбаев. Рахмет.